Саламатсыздар балалар. Бүгінгі сабақта біз енгізу операторын үйренеміз. Енгізу операторы ол, яғни консольға енгізген мәнді біз бір айнымалыға алып ала аламыз. Мысалға a тең дейміз. Бұған біз енгізу үшін input деп жазамыз. Енді сол енгізгенді экранға шығарып көрейік. Print a деп көрейік. Hello. Hello. Енді бұл жерде енгізу операторы тек қана string түрінде, яғни сөз түрінде ғана енгізіледі. Оны қалай көруге болады? Мысалға біз 5 деп енгізсек, 5 деп шығарады, бірақ бұл жолдық тип түрінде бұл. Енді оны қалай тексере аламыз? Мысалға b тең a плюс 1 дейік. И көрейік. 5 дегенді көрейік. Бізде бірден ошибка шықты. Бұл ошибканың мағынасы, яғни жолдық типке санды қосуға болмайды дейді. Яғни бізді енгізілген 5-іміз бұл жолдық тип. Ол санға қосылмайды. Онымен жұмыс істеу үшін енді біз енгізген санымызды бүтін санға айналдыруымыз керек. Ол үшін int деп жазамыз. Жаңағы inputты жазған санымызды жақшаға қосып аламыз. Яғни енгізген санымызды бүтіндерге айналдырып аламыз. Енді жазсақ, 5 деп жазсақ, мысалға 5 плюс 1. Ошибка жоқ. Так, бұны шығарайық. Бұмыз a қосылған 1 ғой. Біз мына 7 деп жазсақ, бізге 8 есептеп береді. Сонымен, яғни енгізу үшін біз input жазамыз. Input'ны белгіленіп тұрған. Оны бүтін типке айналдыру үшін int'ке айналдырамыз. Int деп жазамыз да, жаңа input'ты толығымен жақсыға қоршап аламыз. Енді онымен қарапайымды жұмыс істей бере аламыз. Енді ең қарапайым программа жазайық. Екі санның қосындысы. Өткенде істегендей, бірақ енді сандарды өзіміз енгізейік. Input бұны тоже енгізейік. Және де бұны бірден int'қа айналдырып алайық. Ал жауапты біз c айнымалысын алайық. a қосу b деп. Және де экранға c-ның мәнін шығарайық. Ал 5 қосу 7, 12 программамыз істеп тұр. Енді бізбен амандасатын бір программа істейік. Ол үшін бір name деген айнымалы жасайық. Бұл жерде айнымалының аттары тек қана a, b осыға дейін жазғандай a, b жаза беруге болмайды. Яғни толығымен сөзді жазуға болады. Айнымалының шекті ұзындығында шектік жоқ ешқандай. Мысалға name'ді біз адамның атын енгізуге input. Және де экранға print жаңа олайын дейік. Name дейік. Input name дедік, оны input дедік. Және де бізмен амандасатын программа істейік. Hello деп жазып. Және де оған плюс name десек, жаңағы жолды бір-біріне жалғайды.
екі жолдық екі сөздік бір-біріне қоссақ, олар бір-біріне тек жалғана салады. Оны конкатенация деп атайды. Көрейік. Мен мысалға Омарды жазайын. Hello Omar деген программа істелді. Осыны өздеріңіз істеп көріңіздер.